Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай керемет болып шығатын синнабоны булочкин рецептін сіздерге ұсынамын. Помадкамен болсын, помадкасыз болсын, өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттерді астына жазып кетемін. Алдыменен жылы сүтті аламыз. Мен сүтті жылытып алдым. Үстіне ашытқыны қосамыз. Оның үстіне ванильді қантымызды қосамыз. 2 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне қантымызды қосып, венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін осы массамыздың үстіне жаңағы ерітілген сары майымызды араластырып отырып қосамыз. Жаңағы жұмыртқамыз пісіп қалмау үшін. Осылайынан араластырып аламыз. Егер сіздердің сары майларыңыз комнаталы температурада еріген болса, онда бірден құюға болады. Үстіне мен ұнды қостым. Мен ұнның алдыменен жартысын қосып, осылай венчикпен араластырып алдым. Қалған жартысын екінші ретінде қосып, алдыменен жаңағы араластырып алдым венчикпен. Кейін қатайған кезде, қолмен жаңағы илеуге ыңғайлы болған кезде, осылайынан қолменен илеп, жаңағы қамырды илеп аламын. Дайын болған қамырымызды жылы жерге 40 минутке қойып қоямыз. Яғни қамырымыз көтерілуі тиіс. Мен осылай орап қойып қоямын. Енді дайын болған қамырымызды 40 минуттен кейін көтеріледі ол бізде сәл. Соны жаңағы алып, осылайынан оқтауменен жаямыз. Жалпы қалыңдығы 1 см болатындай етесіздер. Тым жұқа етіп жүруге болмайды. Осылайынан үстінен ұн қосып отырып жаясыздар. Кейін осының үстіне комнаталы температурадағы жұмсақ болып тұрған сары майымызды осылайынан жайып шығасыздар. Жалпы қасықпен де жасауға болады, бірақ маған осылайынан қолмен жайған ыңғайлы. Мен осылайынан жаңағы сары майды қолмен жағып шықтым. Кейін осының үстіне қант пен корицаны араластырып, араластырасыздар, осылайынан үстіне сеуіп шығасыздар. Корица мен қант көп деп ойламаңыздар, себебі бұлар еріген кезде дәмі жалпы ішінен жаңағы түйіршіктері білінбейді. Кейін осылайынан рулет етіп орайсыздар. Қатты тығыз қылып орамаңыздар, себебі піскен кезде яғни наныңыз көтеріледі. Осылайынан рулет қылып орап аласыздар, жіпті алып, орталарынан кесіп шығасыздар. Жалпақтығы өздеріңізге байланысты. Мен бірнеше үлгіде жалпақтық істедім. Себебі яғни қай жалпақтықта жақсы пісетінін көру мақсатында, яғни мен размерлерін әртүрлі қылдырып істедім. Ал сіздер енді өздеріңізге байланысты қалай размер ұнайды, сондай түрде жасауларыңызға болады. Кейін оны 10-15 минутке қойып қоясыздар. Біраз көтеріледі. Содан кейін ғана 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минутке қоясыздар да пісіріп аласыздар. Осындай сарқылт болып жаңағы піседі. Кейін мен помадка жасадым. Помадка жасау өте оңай, яғни қаймаққа сахарный пудраны араластырасыздар. Осылай үстіне жайып шығасыздар. Бірінші мен осы қасықпен жағып алдым. Кейін қасықты осылайынан қасықтан кейін кисточкамен осылайынан өтіп шықтым. Жалпы көп деп ойламаңыздар, бұл помадка 10-15 минуттен осылай сынып қалады. Осындай дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Райхан.